Қазақстан тарихы, Қазақстан мемлекеттігінің дәстүрлері, Қазақстан аумағындағы мемлекеттер мен тайпалар, және де қағанаттар. Қазақстан тарихына келетін болсақ, Қазақстан тарихы өте үлкен және аумақты болып келеді. Біз оны бірнеше кезеңдерге бөле аламыз. Яғни ол қола дәуіріндегі Қазақстан, темір дәуіріндегі Қазақстан, және де тағы түркі қағанаттар мемлекеттері, Моңғол империясындағы Қазақстан, Қазақ хандығы, Ресей империясындағы Қазақстан, және де КСРО тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанды бірнеше кезеңдерге атап өтіп, және біз оны бүгін өтетін боламыз. Қола дәуірінен бастайтын болсақ, қола дәуірінде біз бәріміз білетіндей үш мәдениетті атап өтуге болады. Ол Беғазы Дәндібай мәдениеті, Андронов мәдениеті және де Ботай мәдениеті. Осы үш мәдениет кезінде біздің заманымызға дейін 2000-ші 1000-ші мыңжылдықта өмір сүрді. Қола мәдениетінің ерекшелігі ол кезде біздер қоланы жасап біле алдық. Яғни мыс пен қалайыны қосса біз қола құра бастадық. Қола мәдениетінде егіншілік пен мал шаруашылығы өте қатты тез әрі жылдам дамыды. Себебі бізге ол өте ыңғайлы болды. Осы кезде адамдар құралдар жасап, қоладан шабуыл жасап, мал шаруашылығы дамып өтті. Үй жануарлары үйінде болды. Және қола дәуір кезінде үйлер кәдімгідей жасалып бітті. Яғни адамдар уже үйлерде тұра бастады. Және бір руластық және тайпалық қарым-қатынастар көбейіп, қалалар пайда бола бастады. Яғни бір жерде өте көп үлкен үйлер және қалашықтар сияқты байқауға болады. Және олар көбінесе судың қасында өмір сүрген. Себебі су егіншілікке жақсы болған. Оны біз 1414 жылғы Сібірде өткізілген экспедициядан біле аламыз. Келесі ол бізде темір дәуірі. Темір дәуірі біздің заманымызға дейін 1-ші мыңжылдық пен 600-ші жылды қамтиды. Біздің заманымыздың 600-ші жылды қамтиды. Темір дәуірінде бізде бәріміз білетіндей сақтар, ғұндар, қаңлы және үйсін тайпалары өмір сүрді. Кезекпен-кезек келетін болсақ, яғни сақ тайпасы біздің заманымызға дейін 1-ші мыңжылдықта Қазақстан аумағында өмір сүрді. Сақ тайпасы көптеген тайпалардан тұрды. Исседондар, адайлар, каспийлер, массагеттер және тағы да басқалары. Олар ортақ жау кезінде бірге алды. Және де бұлайша өздерінің аумақтары мен территориялық және көсемдері болатын. Бәрімізге әйгілі көсемдердің бірі ол Томирис пен Зарина патшайымдар. Олар өте ақылды және зерек болып келетін еді. Қазақ хандығы сақтар қазақтардың арғы ата-бабасы деп айтуға болады. Оған бірнеше дәлел бар. Сақтар өмір сүрген кездегі өміріміздегі ең мықты оқиғалардың біріне келетін болсақ, ол әрине бәріміз білетіндей 530 жылы Томирис патшайымға жасалған Кирдің соғысы, яғни парсылар мен сақтар арасындағы соғыс. Сол соғыста Томирис патшайым жеңіске жетіп, өзінің көшпенділер стратегиясын қолдана білді. Яғни көшпенділер стратегиясының бірі ол артқа шегіну арқылы жауды өзіне заман ету және осылай арқылы оларға қарсы шабуыл жасап жеңіп кету еді. Осылайша олар Кирді өлтіріп, оларды кері шегіндіреді. Сақ тайпасына келетін болсақ, сақ тайпасы олар аң стилін қолдана білді. Яғни аңдарды қатты құрметтеді. Ең бірінші аң олардың ойынша қасқыр болды. Олар тәңіршіл болып келді. Яғни олар күнге, бұтқа табына білді. Олардың кезінде осы пайда бола бастады. Сақтар өте ақылды, мықты халық болатын, ер жүрек және батыл болатын. Қазақтардың батыл болуы менің ойымша сақтардан да қалды деп есептеймін. Кейінгі ерліктеріне келетін болсақ, сақтардың ол әрине шырақ ерлігі. Шырақ ерлігі дегеніміз 1-ші Дарий кезінде Қазақ хандығына өзінің сақтарға барлық әскерін жаулап алу үшін барады. Бірақ та сол жерде қарапайым шаруашы шырақ өзінің құрбандыққа шалып, бүкіл денесін пышақтап барып, сол 1-ші Дарийдің әскеріне қарай барып, мені осылай пышақтап кетті. Олар менің тайпамды өлтіріп, мені құл қылып осылай деп алдап соғып, мен сендерге қысқа жол көрсетемін деп алдап соқты. 1-ші Дарий келіседі, және соның артынан ереді. Бірақ та Шырақ батыр оларды айдалаға апарып тастап, бүкіл олардың тамақтарын кетіріп тастайды. Осылайша 1-ші Дарий жарты әскерінен айырылып, кері шегінуге бел бұрады. Және де Македонский соғысы. Македонскийде сақтарға шабуыл жасап, бірақ та соғыста жеңіліп қалған еді, бәріңіз білетіндей. Келесі ол ғұндар. Сақтардың жойылып кетуі әлемде ол ең бірінші ғұндармен ассимиляцияланып кетуі. Яғни
ғұндар батысқа келген кезде Орта Азияда сақтармен ассимиляциялана бастады. Ол дегеніміз сақтар жойылып кеткен жоқ, бірақ та олардың кейбір бөліктері ғұндармен бірігіп кетті деп айтуға болады. Ғұндардың тарихына келетін болсақ, біздің заманымызға дейін 300 жылдары аралығында Муде хан бүкіл ғұн тайпаларын жинап, солтүстік Қытайда ғұн тайпасын құрады. Және ғұн тайпасы аз уақыт ішінде мықты империя болып кетеді. Тіпті мықты болған соншалық Қытай империясы одан қорқып, солтүстігінде ұлы Қытай қорғанын жасай бастайды. Неге ғұндар империя деп аталған себебі, өйткені біздің заманымыздың 3-4 ғасырлар аймағында ғұндар ұлы қоныс аудару бастайды, батысқа қарай ұлы қоныс аудару бастайды. Бұл дегеніміз ғұндар Орта Азияға келіп, Орта Азияда бүкіл тайпаларды жеңіп, тіпті Еуропаға дейін барған. Еуропада да қалып қойған еді. 450 жылы, яғни Аттила сол жылдары өте мықты беделді адам еді. Оны бүкіл Еуропа, бүкіл Орта Азия және Қытай таниды. Себебі оның беделі өте үлкен болады. Ол бүкіл батыс ғұнды алып, әлемге шабуыл жасап, барлығын жеңіп келе жатты. Бірақ ол римдермен соғысты. Деректерге сенетін болсақ, ғалымдардың айтуы бойынша, бірінші Папа Римский келіп, оның өзін тоқтатуын сұрады, және тоқтады деп айтады. Бірақ мен бұл идеяны келіспеймін. Менің ойымша Папа Римский оларға салық беру арқасында құтылып отты, және де солай келісімшарттар арқасында оның кері шегінуін өтінді деп ойлаймын. Осылайша Аттила өз әскерін жинап кері шегінеді, бірақ та басында жақсы жеңіп келе жатқан еді. Ал 453 жылы ол деректерге сенетін болса, әйелі бірінші неке түнінде ұл беріп өлтірген еді. 453 жылы осылай ғұн империясы тарай бастайды, себебі олар өз басшысын, яғни Аттиланы жоғалтып алған еді. Келесі ол түрк қағанаты және түрк қағанатынан кейінгі мемлекеттер, яғни осы дәуірде аталады. Ол біздің заманымыздың 552 және 1218 жылдар аралығында қамтиды. Түрк қағанатына келетін болсақ, түрк қағанаты тоже Монғолия мемлекетінің жанында құрылған еді. Олар басында жужандардың қол астында болған еді. Бірақ та Бұғман қаған бүкіл түрк тайпаларын жинап, жужандарға қарсы соғыс ашады. Және оларды тас талқанын шығарып, түрк тайпасын құрай бастайды. Өзім түрк қағанатын құрайды. Түрк қағанаты бірнеше әулеттерден, тайпалардан тұрады. Ең мықты әулет Ашина әулеті. Бұғман қаған Ашина әулетіне пайда болған еді. Келесі билікке келген Бұғман қағаның Мұқан қаған. 553 жылы Мұқан қаған официальный қаған болып сайланады. Және де Мұқан қаған кезінде түрк қағанаты батысқа қарай, Орта Азияға қарай шабуыл жасап, Орта Азияны жаулап алады. Олардың территориясын келетін болсақ, түрк қағанаты Алтайдан Босфорға дейінгі территорияны жаулап алған еді. Өте үлкен территория болады қарап тұрсаңдар. Неофициальный түрде қаған болып ештеме болды. Ештеме өте мықты әскери жағынан батыл еді. Ол бүкілімен дипломатиялық қарым-қатынастарға отырып, бүкіл әскери жауаптарды басқарып отырған еді. Түрк қағанатының келісім шарттарына келетін болса, түрк қағанаты көбінесе Византиямен келісім шартқа отырды, Иранға қарсы тұру үшін. Және де олар өз жері Орта Азияда болған еді. Бірақ та ішкі соғыстары мен ішкі әулеттердің соғыстарына байланысты түрк қағанаты екіге бөлініп кетеді. Олар батыс түрк қағанаты және шығыс түрк қағанаты. Батыс түрк қағанаты 603-304 жылдар аралығында өмір сүрді. Батыс түрк қағанаты өте үлкен және бай беделді болатын еді. Видеоны аяқтауға тура келіп тұр.